Қасымның үмітті жарық күні де батты. Әжесі өткен соң жақынымын деп жаны ашыған ие болып шығып, Иса деген ағайыны Қасымды қолына алды. Қасымның әке-шешесінен 30 шақты қой, 10 шақты қара қалып еді. Исаға Қасымның малын берерде жұрт, жетімнің малына қиянат қылма, өзің адам қыл, күт, асыра, жылатпа деп тапсырған болып беріп еді. Исаның балалары көп, малы жоққа жақын кедей болатын. Ұрысқақ толы қатыны Қадиша мен Иса Қасымды алғашқы қолына кіргізіп алысымен малды өз малындай, өз мүлкіндей баурай бастады. Түнде ел жатқанда жетім қозыдай тас бауыр боп қалған Қасым жат ұяда ұйықтай алмай, көрпенің астында үндемей жылап жатқанда Иса мен Қадишаның әңгімесін